Құрметті балалар, бізге бүгін ерекше тапсырма келіп түсті. Бізге майшам жасау керек. Және осы заттарды қолдану арқылы. Қалай ойлайсыңдар балалар? Бұл заттарды қалай қолданады деп ойлайсыңдар? Апельсин қос иісті болған соң қолданады деп ойлаймын. Мен сенімен келісемін. Майшам жануы керек. Балауызбен жібек жіп жағу үшін қолданады деп ойлаймын. Балалар, сендердің болжамдарың дұрыс. Апельсиннің қабығын ыдыс ретінде қолдансақ, балауыз бен жібек жіпті жағу үшін қолданамыз. Зере, сен мына апельсинді шын тазалап, шырынын тазалай бер. Балауыз сұйық күйге айналдыру үшін оны біз ерітуіміз керек. Апай, менің ыдысым дайын болды. Еріген балауызды ыдысқа құямыз. Балауыз еріген кезде ол ыстық болады. Бұл жерде менің көмегім қажет болады. Жібек жіпті апельсиннің ортасынан қоямыз. Балауыз қату үшін суық жерге қоямыз. Біздің балауыз дайын болған сияқты. Қандай керемет екен. Осындай қарапайым заттардан ерекше майшам жасауға болады.